Қайырлы күн оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Болат көп балалы отбасыда дүниеге келген. Отбасында 5 қыз, 5 ұл. Әкесі ертеректе ауырып қайтқан, тек анасы бар. Анасы азаннан кеш қарайғанша жұмыс жасайды. Қайтсем де, осы балаларымды бағамын деп анасы не істемеді десеңші. Аурухананың еденінде жуатын, біреудің үйіне барып жинап та беретін. Жинап берген үй бір нан берсе де соған разы болып келетін. Бүгінгі азығы табылғанына қуанып, балаларына теңдей бөліп беріп, өзі соларға қарап отыратын. Сіз жемейсіз бе десе, сендердің жегендерің менің жегем деп қарап отырушы еді. Ана деген осы екен ғой. Бір өзі 10 балаға қарап, шаршаса да шаршадым демейтін. Қаншама қиындықты өткерсе де еш мойымайтын. Бірақ ана деген нәзік жанды ғой, кейде көздері ісіп кетуші еді. Балаларына білдіртпей жылап алатын сияқты. Қайтсын, қасында қолдап отырған отағасы жоқ. Осы балалардың қызығын бірге көреміз деуші еді. Бәрін бір-ақ күнде тастады да кетті. Содан бері таңның атысы, күннің батысы жұмыста. Өзі ер, өзі әйел болып кеткен. Күндегі күйбең тіршілікпен уақытта зымырап өте берді. Балалар өскен сайын олардың тамағы да өседі. Бірде аш, бірде тоқ, әйтеуір өлместің күйін кешіп жүре берді. Солай балалар бір-бірін сүйреткен күйде бір-бірінің киімдерін киіп өсіп жатты. Алдыңғылары мектеп бітіріп бірінен кейін бірі қалаға кете берді. Бағына орай оқуға да түсіп, түспегені жұмыс жасап, сәл болса да өмірлері жеңілдей түсті. Өмірдің ақысы сол, жасы келгендері үйленіп, тұрмысқа шығатындары тұрмыс құрып кете барды. Анасы балаларын кем болмасын деп, қолынан келгенше үй жайлы қылып, қыздарының артынан дүние мүлігін апарып берді. Үйде тек осы Болат және 2 қарындасы қалды. Олар әлі мектеп оқитын еді. Болаттың 11-ші сынып оқып жүрген кезі, үй бетін көрмейтін, достарымен өзенге шомылып, одан қалса түнімен көше кезіп жүретін. Жас жігіттердің әңгімесі де сол қыз қырқының төңірегінде. Өзі бір сол ауылдың қызына ғашық еді. Айғаным ауылдағы жағдайы жақсы отбасыда дүниеге келген. Әкесі әкімшілікте, анасы мұғалім болып жұмыс жасайтын. Айғанымның бай қуатты отбасынан екенін біліп, сөз сала алмай қорқақтап жүретін. Бетін қайтарып тастай ма деп, өзіне тең көрмейтін. Бірақ махаббат шіркін жалындап тұрған кез, қасындағы жолдастарын ортаға салып жүріп, әйтеуір сөз айттау. Ол қызда Болатқа деген сезімі бар екен. Қызда жоқ демеді. Болатта әкесіне ұқсаған ұзын бойлы, ақ құба, өзіне тән сымбаттылығы бар жігіт еді. Тек отбасы жағдайының орта екеніне қынжылатын. Өзі ақ көңіл, бауырмашыл. Бауырларының арасындағы ерекшесі де осы еді. Үйдегі ұлдардың сымбаттысы да осы болатын. Үйін көп ойлайтын. Бар ойы ертерек мектеп бітіріп, жұмыс жасап, жағдайымызды жасасам, ел қатарына қосылсам дейтін. Әбден бейнетімізді көрген анамды алақаныма салып жүрсем деген арманы да бар еді. Уақыт зымырап өте берді. Кештетіп достарымен жүретін Болаттың мінезі өзгере бастады. Тез ашуланшақ болып кетті. Тек өзінікі дұрыс деп ойлайтын. Үйдегі қарындастарына әй-шәй жоқ, ұрыса беретін. Мұнысын анасы жай аумалы төкпелі кезеңі ғой, мүмкін содан болар деп жылы жауып қойды. Уақыт өте келе түзелер дейді, бірақ түзелген Болат жоқ, мінезі одан қатты өзгерді. Ойындағы болмаса үйді қиратып, біресе үндемей, өзімен өзі отырып қалатынды шығарды. Анасы, балам, саған не болып жүр? Не ойлап отырсың тұңғиыққа батып дейді. Мен не істеп жүрмін? Өзімді түсінбей қаламын. Құлағыма бір дауыс естіледі де тұрады. Маған өздерінің айтқан жасатқысы келеді. Олар кімдер? Деп анасынан көмек сұрағандай көрінетін. Анасы қайдан білсін? Ондайды бастан өткермеген соң, мүмкін көз сөз тиді ме екен? Мешітке барып бір дем салдыра салшы, бәрі жақсы болады дейді. Мешітке барып дем салдырып жүрді. Онда барса жеңілдеп қалғандай сезінеді. Біраз уақыттан кейін қайта басталады. Міне солай Болат мешіттен шықпайтын болды. Өзі де сүре жаттап оқиды. Бірақ құлағындағы дауыс әлі кетер емес. Сол дауыс қайта-қайта құлағына естіле беретін. Достары бізге қосылмай кеттің, не болды десе, құлағыма дауыс келе береді. Менің айтқаныммен жүр, мені тыңда, жарға бар,
секір деп құлағыма сыбырлай береді. Кім екенін, не екенін білмеймін, шаршадым, дейді дыбыстап. Болат осы аурумен біраз бақсы-балгер дәрігерлерді тоздырды. Бармаған жері қалмады, бірақ нәтиже жоқ. Қазір жақын досы Болаттың қасынан шықпайтын болды. Өзіне бір нәрсе істеп қоймасын деп, өзімен өзі әуре болып жүрген бұл сүйіктісі айғанымнан да бас тартты. Көңіл бірден суысын деп, менің махаббатым тым жай алдамшы екен. Сені ұнатпай қалдым, дейді. Өзінің жағдайын біліп, қыз да қиналмасын дегені ғой. Уақыт бір орында тұра ма, уақыт өте берді. Болат мешітке әлі барғыштап жүр. Намазға жығылсам деген ниеті бар, бірақ бір нәрсе кедергі болады да тұрады. Қанша өзін жеңуге тырысса да еш болмайды. Күдері үзілген Болат мешітке баруды да қойды. Қазір тіпті адам танымастай өзгерді. Өзімен өзі күбірлеп сөйлеп, күлетінді, кейде жылайтынды шығарды. Не күліп отырсың десе, жай деп қысқа жауап беретін. Жынды адамдарша өзіне есеп бере алмайтындай болды. Байғұс бала әбден қиналды. Үйдегі екі қарындасы ағаларын алыстан көрсе қорқатын болды. Әп-әдемі баладан құбыршыққа айналғандай болды. Не көзінің жанары жоқ, әйтеуір жүрген біреу. Баяғы жұмыс жасап отбасымды түземе деген арманының біреуі жоқ. Тек өзімен әуре болып жүргенде жыл да өте шықты. Қазір бәрі үйренген. Ешкімнің бұда жұмысы жоқ. Ішіне жын кірген жынды ғой десе де қояды. Бүгін таңертеңгісін көңілді оянды. Басына жақсы көретін кепкасын киіп алды да шәйін ішіп, қарындастарына досына барып келетінін айтып үйден шығып кетті. Ең бірінші жақын досына барды. Әжептәуір бұрынғы өткен кеткенде әңгіме етті. Бұрынғы Болатты көргендей досы да қуанып тұр. Жазылып қалыпсың, дейді. Біраз әңгімеден кейін мен үйге қайтайын. Екеуміздің достығымыз мәңгі ғой. Мына кепкам сенде қалсын, дейді де басындағы кепкасын досына кигізіп кетеді. Болаттың жағдайы жақсарғанына қуанып тұрған досы ештеңені де аңғармады. Денсаулығы түзеліпті деп артына мәз болып қарап тұр. Ары қарай басқа да достарына, сыныптастарына барып шығады. Кешкісін анасы жұмыстан келе салап Болатты сұрайды. Қыздар ағаларының әлі келмегенін айтады. Ол бала қайда жүр екен? Азанда кетіп еді, қазір кеш батты ғой деп. Тағатсыздана Болатты күтіп отырған кезде есік ашылады. Болат екен десе, бір топ мешіттің иманы бастаған ауыл адамдары кіріп келеді. Жүрегі су ете қалды. Не боп қалды? деген сұраулы жүзбен. Құдай өз панасына алсын Болатты дегенде анасы талып қалды. Біресе есін жиып, біресе талып анасы баласынан айырылғанына сенер емес. Қалай болды? Неге тастап кетті мына мені? Мына әлемде деп ананың жан айқайы шығады. Аталатсаң да боталатпа деген осы екен ғой. Ауыл адамдары Болатты жардан секіріп кетіпті дегенде өз-өзіне сенбеді. Бәрібір ішіндегі жеңіп, соның айтқанын жасаған екен-ау. Бәрін білгендей достарымен де барып қоштасып кеткенін айтсаңшы. Қанша ішіндегі дыбыспен жылдап арпалысқанымен шамасы жетпеді. Сол бір дыбыстан жеңілді. Міне, қаршадай Болаттың өмірі тым қысқа әрі ауыр болды. Кішкентайынан жоқшылықта өсіп, болашаққа қойған арманы орындалмаған күйі бәрін тастап әкесінің артына кете барды.